Аллаға жақындататын қандай нәрсе? Қалай жақындайсыз, айтыңызшы. Алланың сүйген амалдарын жасау арқылы жақындайсыз, дұрыс па? Және қалай ұзақтайсыз? Алланың сүймеген ісін жасау арқылы ұзақтайсыз. Ондай болса, бауырлар, сізді және бізді жасаған күнәларымыз Алладан ұзақтастырады. Қанша сол күнәға барған сайын Алладан ұзақтай бересіз. Ендеше, бауырлар, мына дүниеге ояу қараңыз. Ояныңыз, көзіңізді ашыңыз. Күнә бұл сіздің жауыңыз. Бұл күнәдан айырылмасқа болмайды. Бірақ Алланың сөзі бар. Кімде-кім қылдайда бір жамандық жасаса, соны көреді дейді. Алла өзінің уәдесін, өзінің сөзін екеткен кезі болды ма, бауырлар? Жоқ. Алла айтты ма? Ол бітті. Қылдайда бір жамандық бар ма сізде? Соны көрмей, ешқандайда бір жақсылыққа жете алмайсыз. Ендеше күнәларды кетіру жолын іздейікші. Алла тағала сол кетіру жолына бізге жол қойған бе екен? Әлбетте. Өйткені Алла тағаланың өзі айтпай ма? Менің азабым өте қатты, бірақ менің мейірімім одан да асқан зор дейді. Алланың мейірімі Алланың ашуынан жоғары тұрады. Алланың мейірімі Алланың азабынан биік болады. Онда бізге және сізге Алла тағала қандай жолдар қойған екен сол күнәміздің кешіріміне? Не істесек Аллаға жақындаймыз? Не істесек ертең сол жаман істерімізден ажыраймыз екен? Ғалымдарымыздың айтқан сөздері көп. Бірақ сол сөздерді жинап алсақ, күнәнің 10 түрлі кешіретін жолы бар екен. 10 түрлі. Аз емес, өте көп. Алланың мейірімінің кеңдігін осы 10 түрлі затты айтып келе жатқанда таңырқайсыз, бауырлар. Оның 4-еуі мына дүниеде екен. Мына дүниеде сол 4-еуіне жете алмаған адам қабірде жетеді екен. Қабірде тағы да 3 Алланың кешірімі күтіп тұрады. Одан да құр қалған адам қияметте 3 Алланың кешірімі күтіп тұрады екен. Ол қай есіктер екен, бауырлар? Сол есіктерді жаймендеп ашып көрейікші. Мына дүниедегі Алланың кешірім есіктері. Біз бір қандайда бір амал жасаймыз, бірақ қателік кетер, күнә кетер. Сол күнәнің жойылуы үшін бірінші орында ең алғашқы есігі бұл тәубе. Тәубе есігі. Күнәсінің кешірімін сұрап, шын өкіну, күнәсінің күнә екендігін мойындау болады, бауырлар. Тәубе есігінің кеңдігі сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір қария кісі келіпті. Қария кісі келіп, пайғамбардан сұрайды: «Ей Абдумутталиптің баласы, бір адам бар дүниеде, мына әлемдегі күнә біткеннің барлығын жасаған. Қандай күнә бар, соның барлығынан үлесі бар. Сол адам Аллаға жүрегін ашса, кешірші десе, кешіре ма?» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: әлбетте, әлбетте кешіреді. Алланың мейірімі кең дейді. Анау кісі қуанып кетеді. Сөйтіп кетіп бара жатып тоқтай қалады.
сөйтеді де және бұрылып, ал егер ол адам пенде ғой, қайтадан күнә жасап қойса ше дейді, кешіреді дейді. Сонан соң сәл тоқтай тұрып, ал тағы жасаса ше дейді, тағы да сол күнәға ұрынып қалса, пайғамбарымыз айтады, егер адам Алладан кешірім сұрап шаршамаса, Алла тағала кешіріп шаршамайды дейді. Алла тағала кешірімнен шаршамайды. Сонда әлгі қария кісі қолын көкке көтерген күйі «Ла илаха иллалла» деп Алланы мақтай бұрылған екен дейді. Бауырлар, тәубенің есігі үлкен, бірақ уақыты бар. Ол уақыт адамның жаны алқымына жеткенге дейінгі кез. Кімнің жаны алқымына жетеді, ол кісінің тәубеден үлесі қалмайды, бауырлар. Күнәларымызға тәубе етіп қалайық. Тәубе дегеніміз күнәңізді мойындап, соған қайтып бармаймын деп сөз беру екен. Екінші есік бұл истиғфар есігі. Алладан кешірім сұрай білу есігі. Пайғамбарымыз айтады, барлық адам баласы күнәһар, солардың ішінде күнәсінің кешірімін сұраушысы абзалы дейді. Ең дұрысы адамдардың ішіндегі күнәсінің кешірімін сұрайтыны дейді. Алладан көп кешірім сұрау керек, бауырлар. Бір кітаптарда жазады, бір ғалым кісі түнделетіп ел аралап жүрсе, түнде бір кісі үйінің шатырына шығып Аллаға жалбарынып тұр дейді. Сол жалбарынып тұрғандағы бір әсем айтқан сөздері Аллахумма ғфирли, фа иннам тағфирли, фағфирли деді дейді. Я Раббым, мені кешірші. Егер мені кешірмесең, кешірші деді дейді. Есік жоқта басқа қағатын. Яғни Раббым, менің күнәмді кешір. Себебі осылай кешір деп қағатын басқа есігім жоқ деді. Бауырлар, басқа есік жоқ. Алланың есігінен басқа. Бұл есікті жаппаңыздар. Пайғамбарымыз айтады, мен күніне 70 мәрте күнәмнің кешірімін сұраймын дейді. Пайғамбар. Ал бір сөздерінде айтады, мен күнәмнің кешірімін бір күнде 100 мәрте сұраймын дейді. Сіз неше мәрте сұрайсыз? Неше мәрте күнәңіздің кешірімін сұрайсыз күніне? Бауырлар, мына қу дүние деп таңға жақын әтешпенен бірге тұрамыз. Кешке жұлдыздардан кеш жатамыз. Сол дүниенің арқасында тіпті оңға солға қарамай өтіп кетіп жатқан күндер ай. Бауырлар, сол күндер қайтып келмейді ғой, білесіз бе? Сол күндер қайта оралмайды. Сол бір сәттер қайтып келмейді. Күнәңіздің кешірімін сұрап қалмасаңыз, қайда барып тоқтайтынымызды білмейміз ғой.